Саламатсызбы, менің есімім Динара. Менің 2 балам бар. Үлкені 5-те, кішісі 4-те, 4 жаста. Осы Дора Марин өнімі туралы шынайы өзімнің отзывымды айтқым келіп тұр. Мен ең бірінші осы 4 жастағы балама іші қатып жүрген кезде ойланып жүрдім, рекламадан көріп жүрдім Дора Марин туралы, бірақ сенімді болмадым, сондықтан ойланып жүрдім. Бір күні жеңгем тоже баласы сөйтіп іші қатып, бір курсын бергеннен кейін полный жазылып кеткенін айтты. Содан кейін заказ беріп, балама беріп бастадым. Және үлкен қызымның қолы, 2 алақаны, 2 табаны, қабығы түсіп нетіп жатыр еді. Сол кезде қосымша тағы 4 банкасын заказ беріп, екеуіне бірдей беріп бастадым. Содан бір 10 шақты күннен кейін қызымның уже алақанның бәрі тап-таза болып, дым болмағандай. Соны негізі врачқа апарғанда, дәрігерге апарғанда, дәрігер айтқан, витамин жетіспеушілігінен деп, жақсы бір комплексный витамин алып берсеңіз кетеді деп. Содан сразу оның алдында балам ішіп жүргенде іші қатқаны басылып келе жатырды уже, жайлап үйреніп, іші қатқаннан тіпті қорқатын болды, туалетке баруға, жылайтын болды. Сосын беріп бастағаннан уже жеңіл отыра бастады, жыламай, спокойно. Содан қызыма да беріп бастадым. Қызымның түгіл қолының, аяғының бүкіл несі терісі кәдімгідей жазылды, жақсы болып. Содан әлі беріп жүрмін, осы 5-ші айға кетіп жатыр беріп отырғаныма. Екеуі бірдей бастады. Жеңгемнен қарап бердім мен не бойынша, соны рекомендациясы бойынша жақсы деп. Енді қайынсіңлім, тағы да айналамдағы адамдар қызығушылықпен сұрап, заказ бергісі келіп, сөйтіп сұрап жүрген. Өнім жағынан өте керемет деп айта аламын, шынайы отзывымды өзім айта аламын. Сондықтан әлі күнге дейін тоқтатпай алып жатырмыз. Қызым кәдімде, мама, сегодня мы забыли Дора Марин деп, күнде кешке ұмытпайды осыны. Мен ұмытып кетсем, ол ұмытпайды. Біз ішкен жоқпыз, а то заболею, давай Дора Марин деп сөйтіп келеді. Балам кішкене басында нетіп жүр, дәміне үйрене салмай, содан кейін жайлап үйренісіп кетті, қазір спокойно іше береді. Қызымның алақанының қабықтары түсе бастағанда неше түрлі мазьдар жағып, витаминдер отдельно, каждый витаминді отдельно беріп көрдім. Одан ешқандай результат болған жоқ. Сондықтан ойланбастан Дора Маринді алып, балам ішіп жүрген, соған қосымша заказ беріп, алып беріп бастадым. Содан жазылды. Енді сол полный курсын беріп, аяқтағанша дейін ішкіземін деп ойлаймын. Иммунитеті көтеріледі. Сосын сабаққа деген несі жаңағы зейіні ашылады сабаққа деген. Осы Дора Марин өнімінің консультаттарына рахмет айтқым келеді, ерекше. Каждый раз звондап, қалай жағдайыңыз болып жатыр, дозасын қай кезде көбейтіп ішуге болады. Ешқандай жаңағы кейде қызым 5-6 қасықтап ішкісі келіп тұрады, может еще деп іше береді. Сосын ойлаймын, может зияны жоқ па деп сұрасам, жоқ, ешқандай кері әсерін бермейді витамин деп. Содан қорықпай бере берем, ешқандай передозировка болмайды деп. Дора Марин компаниясы өркендей берсін, және де Дора Марин өнімдеріңіз балаларға пайдасын тигізе берсін деп тілеймін.